Осы сабақта біз дене импульсінің өзгерісі және күш импульсін қарастырамыз. Енді импульс деген нәрсе қазақша мағынасы соққы деген мағына білдіреді. Демек, бір дене екінші денемен соқтығысқан кезде олар қандай жылдамдықтармен қозғалады, қалай қозғалады деген сияқты мәселелерді қарастырамыз. Ондай жағдайлар өте көп. Мысалы, бір вагон екінші вагонда келіп соғатын болса, екеуі бірге тіркесіп қандай жылдамдықпен жүріп кетеді. Не болмаса тіркеспейтін болса, соққаннан кейін анау қандай жылдамдықпен ұшырып жібереді деген сияқты мәселелерді зерттейді екенбіз. Ол мәселелерді зерттеу үшін бізге міндетті түрде импульс деген ұғымды қарастыруымыз керек екен. Енді импульс деген нәрсе қайдан шығуы мүмкін? Ол үшін біз Ньютонның екінші заңын былай басқаша түрлендіріп көрейік. Ньютонның екінші заңы бойынша F тең болады ma дейміз. Сонда массасы m дене a деген үдеу алып қозғалу үшін оған қандайдыр f деген күш әсер ету керек. Сонда екі дене бір-бірімен соғысқан кезде екеуі бір-біріне қандайдыр f деген күшпен әсерлесейін деп тұр. Енді ары қарай үдеудің формуласы бізде қандай? A тең болады v минус v нолевой бөлінген t. Егер былайша айтқанда күш тұрақты түрде әсер ететін болса, оған тұрақты үдеу қалады және сол үдеудің формуласы міне. Енді осы үдеуді орнына қоятын болсақ, f тең болады m көбейтілген v минус v нолевой бөлінген t дейміз. Енді біз бұл формуланы ашайық. Мына t-ны теңдеудің сол жағына қарай өткізейік. Бөлініп тұр, ар жаққа өтсе көбейтіліп кетеді. Сонда f көбейтілген t тең масса көбейтілген v минус v нолевой шығады сонда. Енді ана массаны жақшаның ішіне кіргізетін болсақ, жақшаны жалпы ашатын болсақ, f көбейтілген t тең болады mv минус mv нолевой деген нәрсе шығады. Енді қазір біз осы формуланы ары қарай талдаймыз. Бұл жерде мына масса және жылдамдық екеуінің көбейтілген шамасы, бір дененің масса, сол бір дененің массасы. Мынау бізде соңғы жылдамдығы, мынау бізде бастапқы жылдамдығы. Енді осы масса мен жылдамдықтың көбейтіндісіне тең шаманы біз импульс деп айтады екенбіз. Оны біз p деген әріппен белгілейміз. Мына кішкентай p тең болады масса көбейтілген жылдамдық дейміз. Енді жылдамдық бізде векторлық шама, сол үшін бізде импульста міндетті түрде векторлық шама болу керек екен. Сонда біз былайша айтқанда Ньютонның екінші заңын қазір импульс түрінде жазып жатырмыз. Сонда қандай да денелер әсерлескен кезде олар бір-бірімен қандай жылдамдықтармен келіп соғысады және олардың массалары да өте маңызды рөл атқарады. Сол үшін бізде массаны бір бөлек, жылдамдықты бір бөлек қарастырмаймыз, общий көбейтіндісін қарастырып кетеді екенбіз. Сол шаманы бізде импульс деп айтамыз. Ары қарай соқтығыстардың барлығы сол денелердің импульстары арқылы жүзеге асады екен. Сонда импульс дегеніміз масса мен жылдамдықтың көбейтіндісі деп айтамыз. Енді ары қарай осы импульстың өлшем бірлігі, массаның өлшем бірлігі килограмм, жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секунд. Сонда импульстың өлшем бірлігі килограмм метр секундына деп айтсақ болады екен. Сонда мына mv дегеніміз дененің соңғы импульсы болып шығады. Сонда массасы мен соңғы жылдамдығын көбейтсек, ол соңғы импульс болып шығады. mv нолевой дененің бастапқы импульсы болып шығады. Сонда f көбейтілген t тең болады дененің соңғы импульсін алып тастаймыз, бастапқы импульсін деп жазсақ болады екен. Мынау p деген нәрсе бұл дене импульс деп аталады. Мына дене импульсы ол бізде p деп белгіленеді екен. Енді ары қарай бізде соңғы импульстан бастапқы импульс алып тастасақ, ол бізде дене импульсінің өзгерісі болып шығады екен. Сонда дельта p дегеніміз дененің соңғы импульсынан бастапқы импульсін алып тастайды екенбіз. Не болмаса mv-дан mv нолевой алып тастасақ та бола береді. Мынау да былай деп жазсақ та бола береді дельта p-ны. Так, жазып қоя салайық. mv азайтылған mv нолевой десек те болады. Не болмаса дельта p тең болады. Масса жақшаның сыртында тұрған кезде v минус v нолевой сразу дельта v деп жазсақ та бола береді екен. Мынау бізде дене импульстарының өзгерісі екен. Енді бұл теңдеудің оң жағы түсінікті шығар. Енді теңдеудің сол жағында f көбейтілген t деген ол не деген сұрақ болса, күштің уақытқа көбейтіндісі, сонда күш және оның әсер еткен уақытын бір-біріне көбейтетін болсақ, ол бізде күш импульсы деп аталады екен. Сонда f көбейтілген t-ны, сонда біз қандай да бір денеге қандай да бір күшпен әсер етсек, сол әсер еткен күшімізді сол әсер еткен уақытымызға көбейтетін болсақ, күш импульсы деп аталады екен сол шама. Күш импульсы. Дене импульсінің өлшем бірлігі түсінікті килограмм метр секундына. Енді күш импульсінің өлшем бірлігі f көбейтілген t. Күш импульсінің қандай да бір шартты түрде белгілену жоқ. Мысалы, дене импульсіміз p деп белгіледік па? Күш импульсін ешқандай әріппен белгілемейміз.
Просто күш көбейтілген уақыт деп қоя саламыз. Күш импульсінің өлшем бірлігі, күштің өлшем бірлігі ньютон, уақыттың өлшем бірлігі секунд. Сонда күш импульсінің өлшем бірлігі ньютон көбейтілген секунд болып шығады екен. Және осы ньютон көбейтілген секунд мына килограмм метр бөлінген секундқа тең шама болады. Себебі бізде теңдеудің оң жағы мен сол жағының өлшем бірліктері бір-біріне әрқашан тең болу керек екен дейміз. Ал енді ары қарай осы тақырыпқа арналған бірнеше есептерді қарастырайық. Оның арасында жеңіл есептер де бар, күрделірек есептер де бар. Тек қана дене импульс және күш импульсына арналған есептер шығарамыз. Келесі сабағымызда біз импульстың сақталу заңына есептер шығарамыз. Бүгін біз ол тақырыпты қарастырмаймыз, тек қана дене және күш импульстарын шығарайық. Ең бірінші есебіміз номері 18. Массасы 10 килограмм дененің импульсы 40 килограмм метр секундына болса, онда оның жылдамдығы қандай деп сұрап жатыр. Номерін жазып қояйық. 18. Берілген массасы 10 килограмм дене, импульсы 40 килограмм метр секундына деген, және оның жылдамдығын тап дейді. Біз енді импульсінің формуласын білеміз. P тең масса көбейтілген жылдамдық. Осы жерден жылдамдықты табатын болса, импульсті массаға бөле саламыз. Сонда импульс бізде 40-қа тең, масса бізде 10-ға тең, 40-ты 10-ға бөлеміз. Біздің жылдамдығымыз 4 метр секундына болады екен. Ары қарай келесіге көшеміз. Келесі есебіміз номері 69. Массасы 4 тонна су шашқыш машина цистернасында көлемі 4 метр куб су бар. Машинаның су шашатын жерге 18 км сағат жылдамдықпен келе жатқандағы және суды түгел шашып босағаннан кейін 54 км сағат жылдамдықпен келе жатқандағы импульсы қандай деп сұрап жатыр. Сонда су шашуға бара жатқандағы және су шашып қайтып келе жатқандағы екі импульсті біз табады екенбіз. Бірінші берілген жазып алайық. Номері 69. Машинаның массасы 4 тонна дейік. 4 тонна бізде 4000 килограмм. Бірден жүйесіне айналдырып кете берейік. Және оның цистернасында 4 метр куб су бар. Су шашатын жерге ол V1 тең 18 км сағат жылдамдықпен барған. 18 км сағатты да бірден метр секундқа айналдырып кетейік. 18-ді 3,16-ға бөлжереміз. Сонда бізде 5 метр секунд болып шығады екен. Және су шашып қайтып келе жатқан кезде оның жылдамдығы уже 54 км сағат болып қайтып келе жатыр. Енді су шашып болғасын машина кішкене жеңілдейді, сәл үлкендеу жылдамдықпен жүріп келе жатыр. Сол кезде ол 15 метр секунд жылдамдықпен жүреді екен егер метр секундқа айналдырсақ. Және судың тығыздығын беріп қойған, ол 1000-ға тең. Килограмм бөлінген метр куб. Сонда бізде су шашуға бара жатқан кездегі импульсын тап, және су шашып қайтып келе жатқан кездегі импульсын тап дейді. Мұна P1 бара жатқандағы импульсы, P2 қайтып келе жатқандағы импульсы болады. Енді біз бұл есепті шығармас бұрын машина суретін сызып алайық. Мынау бізде цистернамыз. Мынау бізде машинаның цистернасы. Енді жобалап сызуға тырысамын. Машина келе жатыр. Машинаның өзінің таза массасы 4 тонна. Бұның цистернасының ішінде су бар. Мынау бізде су. Сонда машина су шашуға бара жатқан кезде бұның толық массасы мына судың массасы мен машинаның өзінің массасын қосылса тең. Сонда толық масса бізде M1 деп белгілесек, ол машинаның массасы қосылған судың массасы деп табады екенбіз. Енді осы массаны есептеп алайық. Біз машинаның массасын білеміз, енді судың массасын табу үшін судың тығыздығын көбейтеміз. Көлемі не? Судың тығыздығы 1000-ға тең, оның көлемі 4 метр куб, демек судың да массасы 4000 килограмм болып шыққан екен. Сонда судың массасы 4000 килограмм, машинаның өзінің массасы 4000 килограмм. Сонда машинаның жалпы массасы бізде 8000 килограммға тең болып шығады екен. Енді осы машинаның импульсін табайық. Бара жатқан кездегі ол M1 көбейтілген V1 дейміз. Сонда P1 тең болады 8000 көбейтілген V1 бізде 5-ке тең. 8-ді 5-ке көбейтеміз 40, артында 3 0 бар. Сонда 40000 килограмм көбейтілген метр бөлінген, килограмм көбейту метр бөлінген секунд. Енді су шашып қайтып келе жатқан кездегі импульсын табамыз. P2 қайтып келе жатқан кезде уже су жоқ. Мына цистерна пустой, бак пустой уже. Машина массасы таза массасының өзі қалады. Сонда M машина көбейтілген V2 қалады. Сонда P2 тең болады 4000 көбейтілген 15. 4-ті 15-ке көбейтеміз. 60.
Мұнда 3 нөл бар, сонда артына 3 нөл тіркейміз. 60 килограмм көбейту метр бөлінген секунд болып шығады екен. Енді біз жауаптарға қарасақ, барлығы оның дәрежелерін беріп қойған. Сол үшін бізде P1 4-тің артында неше нөл бар? 4 нөл бар. Сол үшін 4 көбейту оның 4 дәрежесі килограмм метр бөлінген секунд. Мұнда 6-ның артында да 4 нөл бар. Сол үшін 6 көбейту оның 4 дәрежесі килограмм метр бөлінген секунд деп айтамыз. Сонда бізде дұрыс жауабымыз С жауабы және G жауабы болады екен. Оның дәрежелері плюс дәрежелер. Так, ары қарай келесі есепке көшеміз. Келесі есебіміз номері 31. Қорғасыннан және болаттан жасалған көлемдері тең екі дене бірдей жылдамдықтармен қозғалады. Осы денелер импульстарының қатынастары қандай деп сұрап жатыр. Және бізге қорғасы мен болаттың тығыздықтарын беріп қойған екен. Бірінші берілген жаза алайық. Номері 31. Қорғасынан және болаттан жасалған көлемдері тең дейді. Демек, қорғасының да, болаттың да екеуінің де көлемдері бірдей. V1 мен V2 екеуі де тең дейміз. Және олар бірдей жылдамдықтармен қозғалады. Демек, олардың жылдамдықтары да бір-біріне тең деп айтсақ болады. Сонда V1 тең V2 дегенде V дей берсек, V1 тең V2 дегенде V дей берсек болады. Екеуі де бірдей дейік. Бәрін V1 V2 деп қояйық. Так, енді ары қарай қорғасының тығыздығы қорғасын 11,3 көбейту оның 3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб дейді. Ал болаттікі 7,8 көбейту оның 3 дәрежесі килограмм бөлінген метрдің кубы дейді. Бізге осылардың импульстарының қатынасы қандай деп сұрап жатыр. P1-ді P2-ге бөлеміз. Так, сонда біз бірінші қорғасын дегенді, давайте бір деп белгілеген бәрі қорғасын болсын. Сонда ρ1 болады, сонда қазір бізде ρ2 боласы болады. Сонда ρ қорғасын тең болады ρ1 дейік, ρ болат тең болады ρ2 дейік. Қорғасын бірінші, болат екінші болып тұрсын. Енді бізге импульстардың қатынасын тап дейді. P1 тең болады, M1 көбейтілген V1 болады. Ал P2 тең болады, M2 көбейтілген V2 болады. Қорғасының импульсы, мынау бізде болаттың импульсы. Енді біз не істейміз? Мына массаны ашамыз. Сонда тең масса деген не ол? ρ1 көбейтілген V1 көбейту V1. Мынау масса көбейтілген жылдамдық. Мына жерде дәл солай ρ2 көбейтілген V2 көбейтілген V2. Бірақ мына V1 мен көлем бір-біріне тең. Мына екі жылдамдық бір-біріне тең. Сол үшін оларда V деп жаза берсек болады. Енді қатынасы деген сөз мына импульсты мына импульсқа бөлеміз. Тең болады. Мыналардың барлығын мыналарға бөліп шығамыз. V1 мен V2 тең. Так, ρ1 бізде қанша? 11,3 көбейту оның 3 дәрежесі. V1-ді просто V дей салайық, мына V-ны просто V дей салайық, өйткені V1, V2 бәрін V-ға тең дейік. ρ2 7,8 көбейту оның 3 дәрежесі V. Жылдамдық пен жылдамдық кетеді, көлем мен көлем кетеді. Енді бізде қалған тек қана тығыздықтар. Сонда тығыздықтарды бір-біріне бөлеміз. Оның 3 дәрежелеріне қысқарта салайық. Сонда біз 11,3-ті қазір 7,8-ге бөлеміз. 11,3-ті бөлеміз 7,8-ге. Жауабымыз бізде 1,448, 1,45 деп алсақ. Сонда екеуінің импульстарының қатынастары жоқтап алғанда 1,45-ге тең болады деп айтамыз. Ары қарай келесі есепке көшейік. Келесі есебіміз номері 32. Массасы 0,2 килограмм дене 1 метр биіктен 8 метр секунд квадрат үдеумен түседі. Дене импульсінің өзгерісі қандай деп сұрап жатыр. Берілген жазамыз. Номері 32. Массасы 0,2 килограмм 1 метр биіктен түседі. Және оның түсіп келе жатқан үдеуі 8-ге тең болып тұр екен. Енді осы дененің импульсінің өзгерісі қандай деп сұрап жатыр. Дельта P. Импульсінің өзгерісіміз дельта P деген әріппен белгілейміз. Так, енді импульсінің өзгеріс дегенне оның соңғы импульсынан бастапқы импульсына тастаймыз. Енді дене бастапқыда тыныш тұрып барып құлаған болса, демек бастапқы импульс бізде 0-ге тең болады. Себебі бастапқы жылдамдығы 0-ге тең, сәйкесінше бастапқы импульс 0. Сонда біз дельта P тең болады. Просто M көбейтілген V деп жіберсек болады. P бізде MV, MV нолевой болатын. V нолевой бізде 0-ге тең, сол үшін дельта P тең, пока MV дей берсек болады. Не болмаса дельта V десек те бола береді негізінде.
сол дельта бар, бірақ біз пока сол соңғы жылдамдығын табайық. Бастапқы жылдамдығын 0 деп ойлайық. Қазір соңғы жылдамдықты табамыз. Енді дене төмен қалып келе жатыр, үдемелі қозғалып келе жатыр. Демек, үдемелі қозғалғанда жүрген жолмен үдеуді беріп қойса, оның жылдамдығын мына формамен тапсақ болады екен. 2AS. Кинематикада форма. Енді біздің жағдайда S-тің орнында просто мынау биіктік тұр, H тұр. Енді осы жылдамдықты табайық. Вот тең болады тубырасына 2 көбейтілген үдеу 8, 1. Так. 16-дан тубырастан 4 шығады. Демек, дененің жылдамдығы 4 метр секунд болып шықты. Енді ары қарай импульсінің өзгерісі тең болады. Бастапқы жылдамдығы 0, соңғы жылдамдығы 4, сол үшін дельта V бізде 4 деп ала береміз. Так. Масса дельта P тең болады m дельта V, дельта P тең болады. Масса бізде 0,2 көбейтілген 4 тең болады 0,8 килограмм метр бөлінген секундына деп айтады екен біз. Сонда біз жаңағы А жауабын дұрыс деп белгілейміз. Ары қарай келесі есепке көшеміз. Ал енді біз күш импульсына арналған есептерді қарастырамыз. Номер 30. Модулі 10 ньютон күш әсерінен орнынан қозғалған массасы 1 килограмм дененің 5 метр жол жүргеннен кейінгі импульсы қандай деп сұрап жатыр. Бірінші берілген жазып алайық. Номері 30. Бізге модулі 10 ньютон дейді. Күш F 10 ньютонға тең. Массасы 1 килограмм. Так, 5 метр жол жүрген сол күштің арқасында күш әсер еткен, сол кезде 1 килограмм дене 5 метр жол жүрген. Енді күш әсер еткеннен кейін ол белгілі үдемелі түрде қозғалады. Импульсы қандай деп сұрап жатыр. Күш әсер етіп болғасын. Так, енді импульсті табу үшін F тең mv десек, бұл жерде бар ғой, біз кішкене ұзап кетеміз. Мына негізі күш импульсы бізде дене импульсына тең деп айтсақ болады. mv не болмаса сразу P дей берсек болады. Бірақ бұл жерде біз әлі уақытты табуымыз керек болып қалады. Сол үшін біз пока бұл формуланы қолданбай қоя тұрайық. Біз пока бүйтейік. Массасы m денеге F күш әсер еткен кезде ол дене қандай үдеумен қозғалады, соны тауып ала салайық. Бірінші, сонда біз 10-ды 1-ге бөлеміз. Оның үдеуі 10-ға тең болып шығады. Енді ол 10 метр секунд барады үдеумен 5 метр жол жүрсе, оның соңғы жылдамдығын тауып аламыз. Ол жылдамдықты біз сол кинематиканың формулаларымен 2AS деп тауып аламыз. Сонда 2 көбейтілген үдеу 10, жүрген жол бізде 5-ке тең. Сонда біз 2 көбейту 5 10, 10 тең 100, 100-ден тубырасынан қайтадан 10 шығады. Жалпы 10 метр секунд деп айтайық. Біз соңғы жылдамдықты уже таптық. Енді бізге импульс табу үшін просто m көбейтілген v дей саламыз. Бізде масса 1 килограмм, жылдамдық 10-ға тең болып шықты. Сонда біздің импульсіміз 10 килограмм көбейту метр бөлінген секунд болады деп айтады екенбіз. Ары қарай келесі есепке көшеміз. Келесі есебіміз номері 34. Массасы 2 килограмм денеге 150 ньютон күш 3 секунд бойы әсер етеді. Дененің бастапқы жылдамдығы 5 метр секунд деп есептеп, күш әсер еткеннен кейінгі дененің импульсын табыңдар деп сұрап жатыр. Бірінші берілген жазып алайық. Так, номері 34. Массасы 2 килограмм денеге 150 ньютон күш әсер етеді. Және ол күш 3 секунд бойы әсер еткен. 3 секундқа тең дейміз. Дененің бастапқы жылдамдығы 5 метр секунд деп есептеп, күш әсер еткеннен кейінгі импульсын бізге табу керек. Белгісіз. Так, енді бұл жерде не болып тұр? Күш әсер етіп жатыр, дененің импульсы өзгеріп жатыр. Күш әсер еткесін ол міндетті түрде үдейді, демек оның жылдамдығы өзгереді, импульс өзгереді. Сонда біз дене импульсінің өзгерісі P минус P нолевой тең F көбейтілген T деп жазсақ болады. Мына дене импульсінің өзгерісі тең күш импульсына деп айтамыз. Мына дельта P-ны береді. Енді бізге сұрап жатқан мына соңғы импульсті тап деп жатыр. Демек, мына соңғы импульсті табу үшін біз мына F-ның қасына мына P нолевойды теңдеудің оң жағына өткізейік. Онда ол плюс болып өтіп кетеді. Сонда P тең болады F көбейтілген T плюс P нолевой бізде M көбейтілген V нолевой деп шығара саламыз. Енді осы жерден осыны есептейік. P тең болады F 150 көбейтілген 3 қосылған масса 2, жылдамдық бізде 5. Так, 150-ді 3-ке көбейтеміз 450. Қосу 2-ні 5-ке көбейтеміз 10. Сонда 460 килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд шығады екен соңғы импульсы. Ары қарай келесі есепке көшеміз.
Келесі есебіміз номері 35. Массасы 10 кг дене 20 ньютон күштің әсерінен жылдамдығын 2 метр секундқа арттырса, күш әсері созылатын уақыт қандай деп сұрап жатыр. Берілген жазып алайық. Номері 35. Так, 10 кг массасы және оған 20 ньютон күш әсер еткен. Так, және оның арқасында оның жылдамдығы 2 метр секундқа артқан. Демек бізге жылдамдығының өзгерісін беріп қойған. Бастапқы және соңғы жылдамдықтары қанша екенін білмейміз, тек қана 2-ке артқанын ғана білеміз. Дельта v-ны беріп қойған. Күш әсері созылатын уақыт деп т-ны тап деп жатыр бізге. Так, енді бұл жерде де қайтадан сол дене импульсінің өзгерісі күш импульсына тең деп айтамыз. Дене импульсінің өзгерісі дененің соңғы импульсынан бастапқы импульсын алып тастаймыз. Ол бізде f көбейтілген т-ға тең. Бірақ қарап отырсақ, массаны жалпы v минус v нолевой деп жазуымыз керек. Массаны жақсынан сыртынан шығарсақ, v минус v нолевой көбейтілген тең f т-ға. v минус v нолевой біздегі осы сол баяғы дельта v-ны береді. Сонда масса көбейтілген дельта v тең f т деп жаза берсек те бола береді. Мынау да біздің дене импульсінің өзгерісі, сразу мынадан алып тастағанымыз мынаған тең, сол тең f т-ға. Енді осы жерімізде уақытты тап деп сұрап жатыр. Т тең болады m дельта v бөлінген f дейміз. Сонда т тең болады. Так, масса бізде 10-ға тең, жылдамдықтың өзгерісі 2-ге тең, күш бізде 20-ға тең. Сонда біздің жауабымыз 20-20-ға бөлеміз, 1 секунд шығады екен. Сонда біздің 20 ньютон күшіміз 1 секунд бойы әсер еткен екен дейміз. Ары қарай келесіге көшеміз. Келесі есебіміз номері 36. Массасы 400 грамм тыныштықтағы доп 2 килоньютон күштің әсерінен 15 метр секунд жылдамдық ала қозғалады. Соққының созылу уақыты деп сұрап жатыр. Сонда тыныш тұрған допты біз қандай да күшпен тебеміз. Сол кезде 15 метр секунд жылдамдықпен қозғалса, сол тепкен кездегі қанша уақыт бойы әсер еткенімізді тап деп жатыр. Бірінші берілген жазып алайық. Массасы 400 грамм. Так. 400 граммды бірден килограммға айналдырайық. 2 килоньютон күш әсер еткен. Және оның жылдамдығы 15 метр секундқа жеткен. Бастапқы жылдамдығы 0 екені белгілі. Басында тыныш тұрған. Сонда дельта v деп жесек болады сразу. Так. Уақыт тап деп жатыр. Так. Енді біз осының алдында жазған формула дельта p тең болады f көбейтілген t деп жіберсек, дельта p бізде m дельта v болып шығады, тең f көбейтілген t. Дельта v бізде как раз 15-тен 0 тапсаңыз, 15-ке тең болып шығады. Сонда дельта v бізде v минус v нолевой тең 15 метр секунд болып шығады. Осы жерден т-ны табамыз. Т тең болады m дельта v бөлінген f дейміз. Сонда масса бізде қанша? 0,4 көбейтілген жылдамдықтың өзгерісі 15 бөлінген күш 2 килоньютон, 2000 ньютон. 2 көбейту 10-ның 3 дәрежесі десек болады дейді. Сразу кило 3 дәреже. Енді осыны есептеп көрейік. Так, 0,4-ті көбейтеміз 15-ке. 6 шықты. Енді 6-ны 2-ке бөлсек 3. 10-ның минус 3 дәрежесін алымына өткізсек, 10-ның минус 3 дәрежесі шығып кетеді. Секунд. 3 көбейту 10-ның минус дәрежесі секунд. Не болмаса 3 миллисекунд деп айтамыз. Сонда соққының созылу уақыты өте аз, 3 миллисекунд уақытқа созылған екен. Келесі есебіміз номері 38. Автомат 1 минутта 240 рет оқ атады. Егер оқтың массасы 5 грамм, жылдамдығы 1000 метр секунд болса, онда автомат мергеннің иығына қандай орташа күшпен әсер етеді деп сұрап жатыр. Бірінші берілген жазып алайын. Номері 38. Так. Автомат 1 минутта 240 рет оқ атады. Т тең 1 минут. Сонда 1 минутта оның ататын оғының саны 240-қа тең дейді. Егер оқтарының массасы 5 грамм болса, 5 грамм деген ол 5 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. Бірден килограмм айналдырып алайық. Және бізден сұрап жатқан, егер оқтар 1000 метр секунд жылдамдықпен ұшып шықса, так. Онда автомат мергеннің иығына қандай күшпен әсер етеді деп сұрап жатыр. F белгісіз. Так, бұл жерде де қайттан дене импульсінің өзгерісі күш импульсына тең деп аламыз, бірақ бұл жерде бізде мынандай бір мәселе.
мылтықтан ұшып шыққан әрбір оқ жеке қандайда күшпен әсер етеді. Бір оқ атса бір не. А бізде 1 минутта ол 240 рет оқ атқан. Сонда әр оқтың импульсінің өзгерісін біз күш импульсына тең деп аламыз. Сонда күш импульсы F көбейтілген Т тең болады. Әрбір оқтың М жаңағы дельта В деп аламыз да, или просто В дейсіз болады. Өйткені бастапқы жылдамдығы 0 болады оқтардың, соңғы жылдамдығы 1000 болады. Осылай ала берсек болады. Енді осы жерде мына Т деген уақыт әрбір оқтың ұшып шыққан уақыты болады. Әр оқтың ұшып шығуына қанша уақыт кетеді? Бүкіл 240 оқ барлығы 1 минутта шығатын болса, бір штук оқ қанша уақытта шығады дейміз. Оны былай табамыз. Т нолевой тең болады. Т бөлінген N. Сонда бізде 1 минутта 60 секунд бар. 60-та 240-қа бөлсек, так, 4-тен 1 шығады ғой, 0,125 секунд шығады. Сонда бір оқтың ұшып шығуына кеткен уақыт, сонда атқан кездегі мұна әсер етіп жатқан күш 0,25 секунд бойы әсер етеді екен. Ол 1 минут бойы әсер етпейді. Сол үшін мұна Т дегеннің орнына 0,25-та кеп қоямыз. Осы жерден F тең болады. МВ бөлінген Т нолевой дейміз. Сонда масса бізде 5 грамм. Сонда оның 5 көбейту 10 минус дәрежесі. Жылдамдық бізде 1000-ға тең. 1000 деген ол оның плюс дәрежесі деген сөз. Мына минус дәреже екеуі бір-бірімен өзара қысқарады. Бөлеміз 0,125-ке. Так, мына екеуі кетеді. 5-ті 0,25-ке бөлетін болсақ, неше шығады? 20 шығады. Сонда әрбір оқ мылтықтың иығына 20 ньютон күшпен әсер етеді екен деп айтамыз. Ары қарай келесі көшеміз. Келесі есебіміз номері 39. Массасы 0,15 кг денеге 0,15 минут бойы 15 ньютон күш әсер етті. Күш импульсы қандай деп сұрап жатыр. Берген жазып алайық. Номері 39. Массасы 0,5 кг денеге 0,5 минут бойы тең 0,15 минут бойы 15 ньютон күш әсер еткен. Енді бізге сұрап жатыр, күш импульсы қандай F көбейтетін тап дейді болды. Бұл есепте жаңағы массасын беріп қойған, ошым айтқанда бар затты беріп қойса, оның барлығын пайдалану міндетті деген сөз емес. Кішкене осы үшін осы есепті мен алып отырмын көрсетуге. Бізден сұрап жатқаны тек күш импульсы қандай. Күш импульсы деген ол күш пен уақытты көбейту. Бізде күш міні тұр, уақыт міні тұр. Осы екеуі дайын тұр, біз бұл жерде массаны еш қолданбайды екенбіз. Сонда F көбейтілген Т тең болады. F бізде 15 ньютонға тең. Так, 15 ньютонға тең. Уақыт бізде 0,15 минут, ол бізде 30 секундқа тең. Сонда 15-ті 30-ға көбейтеміз. 15-ке көбейтсек 450 ньютон көбейтілген секунд деп айтады екен біз. Сонда С жауабын белгілейміз. Массаны қолданбаймыз. Болды. Есеп шешілді. Ары қарай келесі көшеміз. Келесі есебіміз номері 43. Суретте түзу сызықты қозғалыстағы денеге әсер етуші тең әсерлі күш модулінің уақытқа тәуелді графигі берілген. 4 секунд ішінде массасы 2 кг дененің жылдамдығының өзгерісі қандай деп сұрап жатыр. Бұл есеп бір ерекшелеу есеп, өйткені мына жерде график көрсетілген. Графикте күш тұрақты емес. Біз обычно күш тұрақты кезде F көбейту Т деп шығарып кете беретін едік. Тұрақты күш әсер етеді дегеніміз осыған дейін есеппен. Біздің күшіміз уже 0-ден басталып 4-ке бара жатыр. Суретте қарап отырсақ. Бірінші біз берілген жазып алайық. Суретін сызып алайық. Так, номері 43. 4 секунд ішінде. Т тең 4 секунд. Массасы 2 кг дененің жылдамдығының өзгерісін сұрап жатыр. Дельта В. Дельта В белгісіз. Сурет бізде былай. Так, F. Так, ньютонмен өлшейміз оны. Так, мұны Т секунд F ньютон. Мына күшіміз бізде 4-ке тең. Мына жерде уақытта бізде 4-ке тең. Сонда мына 0-ден басталып 4-ке аяқталып жатыр. Енді күш бір қалыпта артып бара жатыр. Күш тұрақты емес. Ондай жағдайда біз не жасаймыз? Мына уақытпен шектелген мына фигураның ауданы бізде күш импульсына тең деп аламыз. F көбейту Т деген 4-ке көбейте алмаймыз уже. Өйткені күш бізде тұрақты емес. F-ті деген нәрсе былайша айтқанда күшті уақытқа көбейткен кезде мынандай тіктұрғыштың ауданы шығатын еді, егер 4 ньютон күш әсер еткен болса. Біздің күш 0-ден бастап шығып жатыр. Сол үшін біз мына уақытпен шектелген мына фигураның
ауданын табамыз. Осы аудан бізде күш импульсына тең деп айтамыз. Сонда F көбейтілген T-мыз, былайша айтқанда күш импульсын басқа ешнәрсемен белгілей алмаймыз, F көбейтілген T деп белгілеп тұрмын. Бірақ сендер 4-ті 4-ке көбейтпейсіңдер, міндетті түрде мына үшбұрыштың ауданын табасыңдар. Үшбұрыштың ауданын табу өте оңай, қиын емес. Мына тік төртбұрыш көріп тұрсаңдар, үшбұрыш соның жартысы. Демек, тік төртбұрыштың ауданын тапсақ, үшбұрыштың ауданы соның жартысына тең болады. Тік төртбұрыштың ауданы ұзындығы 4-ке тең, ені 4-ке тең, ауданы 16, үшбұрыштың ауданы демек 8-ге тең болады. Сонда күш импульсы бізде 8 ньютон көбейтілген секундқа тең болып шығады. Енді ары қарай біз дене импульсінің өзгерісі m дельта v дей салайық, mv минус mv нөлевой демей ақ қояйық. Бірден m дельта v тең болады f көбейтілген t-ға деп шығара берейік. Осы жерден дельта v тең болады f-ті бөлінген m дейміз. Сонда күш импульсы бізде 8-ге тең. Оны біз бөлеміз массаға 2-ге. Сонда біздің жылдамдығымыздың өзгерісі 4 метр секундқа тең болып шығады дейміз. Ары қарай келесі есепке көшеміз. Дене және күш импульсына арналған ең соңғы есебіміз номері 44. Қалыңдығы 8 см бөгеттен өткен массасы 10 грамм, жылдамдығы 800 метр секунд оқтың жылдамдығы 2 есе кемейді дейді. Оққа әсер ететін кедергі күшінің орташа мәнінің модулі қандай деп сұрап жатыр. Берілген жаза алайық. Номері 44. Қалыңдығы, қалыңдықты давайте S деген әріпін белгілей берейін. Пока 8 сантиметр. Бөгеттен өткен массасы 10 грамм оқ. 10 грамм деген ол 0,01 килограмм. Бірден килограммға алайық. Жылдамдығы, бастапқы жылдамдығы оның 800-ге тең. Ал сол кезде ол 8 сантиметр бөгеттен өткенде оның жылдамдығы 2 есе кеміген. Сонда бастапқы жылдамдығы 800 болса, соңғы жылдамдығы 2 есе кеміп кетсе 400 метр секунд болып шығады деген сөз. Оққа әсер ететін кедергі күшінің орташа мәнін табу керек. F белгісіз. Енді бұл жерде жаңағыдай күш импульсімен шығарған ыңғайсыздау, сол Ньютонның екінші заңымен шығара берсек жақсырақ болады. F тең просто ma деп жазсақ болады. Енді осы жерден a тең болады. Бізде оқтың жүріп өткен жолы белгілі. Оқ мысалы ретінде мына қандай да бір бөгет, осы бөгетке тие берген мезетте ол 800 метр секунд жылдамдықпен келген. Одан шыға берген кезде уже оның жылдамдығы 2 есе кем қалған міне. Соңғы зам v болып қалған міне. Үлкен 800-бен кірген, қазір v-мен шығып тұр. Сонда ол мына жерде кемімейлі қозғалып тұр деген сөз. Мына бөгет оған тежеп жатыр, кемелі қозғалған деген сөз. Енді кемелі қозғалған кезде үдеудің формуласы v нолевой квадрат минус v квадрат бөлінген 2s дейсіз болады сразу. Уақытты тауып отырмайық, бірден осы формуласы қалып жерсек. Сөйтіп осы үдеуді тауып массаға көбейтсек, қандай күшпен кедергі жасағаны белгілі бола салады. Енді осыны есептейік. А тең болады 800-дің квадраты минус 400-дің квадраты бөлінген 2 еселенген 8 сантиметр, 8 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі дейміз. Так, енді былай істесек, бірден 800-ді квадраттай берейік. Калькулятор бар, оны есептей алатын. Так, 64, артына 4 0 бар. Минус 400-дің квадраты. Так, 160 мың. Екін 8-ге өтеміз 16, оның минус 2 дәрежесі деген сөз 0,16 деген сөз. Өтірі 2 рет жылайды. Так, сонда 64 мыңдан біз ақ тастаймыз 160 мыңды. Так, 480 мың. Енді оны бөлеміз 0,16-ға. Біздің жауап 3 миллион болып шықты. Тең 3 миллион. Миллион деген оның 6 дәрежесі. Так, біздің ол үдеуіміз осыған тең болып шықты. Енді осы үдеуді біз апарамыздағыны анау күшке салып шығамыз. F тең болады. ma дейміз. Сонда масса бізде қанша? 0,01 килограмм. Көбейтілген үдеу 3 көбейту оның 6 дәрежесі. Так, 6 дәрежені 2 дәрежені мұнда көбейтсек, қысқарып кететін алар бір-бірімен. Сонда 3 көбейтілген оның 4 дәрежесі ньютон деп айтсақ болады. Не болмаса 30 мың ньютон, не болмаса 30 килоньютон деп айтсақ болады. Сонда бізде жауабын дәрежемен беріп, сосы жауабы 3 көбейту 4 дәрежесі ньютон деп айтсақ болады екен. Осымен дене импульс және күш импульсына арналған есептеріміз аяқталды. Енді келесі сабақта біз импульстың сақталу заңына арналған есептер шығарамыз.